Ассалаумалейкум. Мынау цикорий дейді. Шашыратқы қазақшасы. Бұл әлі қазір дайын емес, сонда да қазірден бастап ескертіп, если что өздеріңізге емдік шөп ретінде пайдаланамын десеңіздер, осы цикорий жаттап алыңыздар. Бұл цикорий сахара ауруларын емдеу кезінде өте көп қолданылады. Себебі бұл альфа, бета, дельта дейтін гормондар болады. Мынау асқазандағы соның бета гормоны именно ұйқы безіне қатысты гормон. Ұйқы безі бөліп шығаратын. Егер сол бета жаңа жасушасы бөлмей қалса, жаңа сахар ауруы, қант ауруымен ауырады адамдар. Именно сол ұйқы безін емдеуге мынау цикорий, қазақша шашыратқы емдік шөбі өте жақсы көмектеседі. Түрін жаттап алыңыздар. Осы, бірақ бұл қазір дайын болмайды. Біз жақта енді білмеймін, августта ма, әр өңірде әртүрлі уақытта гүлдейді ғой, гүлдегеннен кейін барып қана қолдануға болады. Қазіргі көктем айында жаздың бірінші айы енді бітіп отыр, бұл қазір қолдануға әлі жарамсыз. Соны түсіндіре кетейін дегенмін. Мынаны біз жақта не дейді өзі? Шошқа тікен, қой тікен дей ма, сондай. Бұның да пайдасы бар, бұны келесі видеоларда түсіремін.